Бүгін біз последний кезең ойнайтын боламыз. Бұда бірінші алтын қазатындарды көбірек жинап алу керек бізге. Қаздар қарайып мінекей жинаймыз. Мыналар алтын жинап жатыр, мыналарды көрейік. Мыналар уже мына біреу бізге қарай келетін сияқты қазір. Бір мынандай найза ұстап жүретіндерді шығарамыз. Бір қана тұрамыз. Мінекей садақшылар да шықты өмірге. Бізде әскер жинаймыз. Аналар келгенше біз әскер жинап аламыз. Қазір мінекей қылышы шығарады екен, қылыш ататын. Ал енді шабуыл жасаймыз. Кеттік. Мыналарда екі ақ әскер бар екен бізде. Шықпас сабағы мүсіні бар екен. Бұларды қатты дамытылмапты. Біз садақшылар қайда неқтатып жатыр ма? Бір шал шығарып қойдық. Біздікі дамытылған, олардікі дамытылмапты. Мүсініміз айтатын. Мынау бізде қылыштасатын әскер шығарып тұрады. Шал неге скині көк түстес болып тұр. Неге алтыны 850 теңге қойды бізде. Мінекей мынандайлар шығардық найзамен ататындарды. Ал енді нақты көрейік. Олар да сәлде жинап апты. Олардікі жинап қапты. Садақшы, қылышы, мынандай найза бар. Ажуман жасап жатыр мынау. Біреу шашап кеткен-ау деймін тұра беріп. Ал енді шайқасқа шығамыз. Кеттік. Шал артымызда келе жатыр ғой. Үстін деуге болады. Неге қазананы мүсінді құлатып ұтуымыз керек біз. Неге садақшылардан жетеу шығарып қойдық. Негізі да екеу шығаруға болады. Бірақ бірге жетеу. Неге олар дәу шығарды. Оларды көп екі шал шығарды аналар. Біз ұта аламыз екенбіз бұларды. Не істейміз, садақшыларымыз тұр я неқта. Ұтылып қалмайық босқа. Бір дәу шығарамыз. Қазір шығарамайды екенбіз. Неге үш садақшымыз кезін осы шығып қойыпты. Бір дәу шықты бізде. Ал енді қараламыз. Мына бір дәу шығарымыз одан да дәу екен. Қазынадан бос деген шығады ғой. Бос деген глант бос шығады қазір. Мынадан мүсіннен глант шығады, оның артынан глант бос шығады. Давай ұрамыз, мүсінді ұрамыз. Давай ұрыңдар. Шығып жатыр бірдеңкенің ішінен. Дәу шығып жатыр. Не қарап тұрсың, ұрсайшы. Ұр, не қарап тұрсың? Қарап тұра бересің бі? Глант бос шықты. Екеуде бір дәу адамды ұстап апты. Аяқынан. Біреулер келе жатыр. Бізде болды глант бостар бар. Күн әлі қарайып тұр. Күнді ай басып қалған шындай. Біздікі ұрмай тұра бере ма не? Біздің жан азайып қалды ғой, жан ауырып атқан жоқ қой біздікі. Давай, ұрсайшы. Неге артқа қайтамыз да қайтадан шабуылдаймыз. Сонда болатын шығар, болды енді. Давай, ұрыңдар, қаратастар. Біз ұтылып қалмайық қазір. Аптечка жаудырайын ба. Неге біз тағы бір глант шығарамыз. Енді мыналарды біле сатып. Біз көже өлейінде қылжаны аз қалды. Сәл аз қалды. Аспаннан аптечка жаудырамыз. Неге жаудырып жатыр аптечка? Әлі біздің жан азайып жатыр. Глант постың жаны әлі азайып жатыр. Енді жай кетіп жатыр. Неқта бізде бір дәу келе жатыр. Садақшылар алты садақшы шақырып қойдық. Бізде көп садақшы шақыруға жетеді.
haftada жетеді. Төбелесем екен көрдеміз. Ал енді қарап отырамыз. Сізде қарап отырмай, алда чемпионат арасы тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Әлі онда неше түрлі қызықты видеолар шығатын болады. Мінеке келді екінші грантымыз. Енді үшеуі төбелеседі, біз өлді дәуіміз. Грант әлі өлмеді. Өлтіре аламайын. Өліп қалдық. Тағы біреу шығарайық. Шығарамыз ой. Зомбилар шығарамыз көп. Сәлем көбірек болады зомбиларымыз. Неке болды енді. Зомбиларымыз атып жабылып жатыр жерге қонып. Грантымыз да келіп қалды. Енді мына екеуі біраз төбелеседі. Жаңа осыны өлтіріп тастаған еді. Мінекей осыныңда енді жаны кетіп жатыр. Енді жарты жаны қалды гранттың қарсылығында. Яғни бізден андай тағы бір грант келіп жатыр. 2 садақшы. Мінекей төбелесеміз. Давай, әлі енді аз қалды. Мінекей өлуге сәл қалды, бірақ әлі өлмеді. Садақшы садағатына зомбилар бірдеңке атып тұр. Тас атып тұр ма, не атып тұр ма зомбилар? Так, давай. Орындар төбелесіңдер. Біз көп мына қызылдан. Біз қазай батар. Давай, орындар, орын алтын біреміз келді. Оны ұтып ұстамаса болды дер. Өлді. Не yapışsa беретса, науқас керек болады ғой. Давай, атқа қайтып кетті. Енді қайтадан келе жатыр артқа қайтып. Менде жаным азайып қапты сәл. Давай, өлейінде қалдым. Аптечка жаудырам төбеден. Жаудан, давай. Бәрібір азайтып салды. Болды, ұттық. Неғып білмеді. Қай келе жатыр. Не болды мынаған? Нете батыр. Давай. Тағы албасына. Молодец. Оттық. Енді достар, сіздер де тіркеліп лайк басып кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарийде жазып кетіңіздер, алдағы чемпионат арнасына тіркеліңіздер. Бұнда әлі талай қызықты видеолар шығатын болады.